Ескі қоймада белгісіз бір адамды кереуетке байлап тастаған, көзіне өткір пышақ кезеніп тұр. Алайда оны ұстаған адам басқаша әдіспен шабуыл жасауды жөн көріп, темір сығындағыштың тұтқасын бұрай бастайды. Бұл оның құрбанының басына жақындата түседі. Әлгі адам үмітсіздікке салынады, бірақ әлгі тіршілік иесі оған мән бермейді, тұтқаны бұрай береді. Темір құрбанның бетіне тиер-тимес тұрғанда ол рахым етуін сұрап айғайлайды, бірақ қылмыскер оның басы толығымен жойылғанша тұтқаны барынша бұрай береді. Алыста адам есімді жас жігіт тойға бара жатып көлігін айдап келеді. Кенет артқы орындықта маска киген адам пайда болып, оған шабуыл жасамақшы болады, бірақ адам бірден көлікті тоқтатып, әлгі адамды шынтағымен түртіп, көліктен жүгіріп шығады. Ол шығып бара жатып, сүрініп құлап қалады. Сол кезде маска киген адам пайда болып, жас жігітке стилет кезенеді. Алайда оған шабуыл жасаудың орнына әлгі адам маскасын шешіп, адамның үстінен әзілдемек болған Харли есімді дос екенін көрсетеді. Бұған ашуланған адам Харлиді жолдың ортасында тастап кетпекші болады, бірақ көлігін құлыптап үлгермей жатып, досы жолаушылар есігі арқылы ішке кіріп үлгереді. Жолда Харли адамды бұрынғы қызының үйлену тойына бара жатқаны үшін мазақ етеді, тіпті оны бірге болған кездерінде пайдаланса да. Адам өзін ақтамақшы болады, бірақ кенет олардың қасынан қара терезелі жаназа көлігі келіп, озып кетеді. Бұл оғаш оқиғаға қарамастан екеуі сапарын жалғастырып, өткен шақ туралы сөйлеседі. Әңгіме жалғасады және Харли досын мазақ етуді жалғастырады. Соның ішінде оның жүгіріс жолын дәптеріне жазып, үнемі қарындаш пен ұштағыш алып жүретінін айтады. Алайда олар жолдың ортасында мысық лағының денесін байқағанда әңгіме үзіледі де, адам оны соғып алмау үшін бұрыла кетеді. Ең оғашы, олар одан өткеннен кейін мысық лағын белгісіз біреудің әдейі қойғаны белгілі болады. Егер бұл таңқаларлық оқиға болмаса, жолда тағы бір таңғажайып жағдай орын алады. Адамның көлігінің артында қобыжық жүк көлігі пайда болады. Харли өзін ұстай алмай жүргізушіні мазақтай бастайды, бірақ жауап ретінде ол үлкен жүк көлігінің жылдамдығын арттырып, тас жолда қууды бастайды. Адам газды басады, бірақ қобыжық жүк көлігі тезірек және оның көлігінің артына соғыла бастайды. Екі дос дүрбелеңге түседі, ал жолда тағы бір көлік пайда болғанда бәрі нашарлайды, олар жолдан шығуға мәжбүр болады. Бақытымызға орай, қобыжық жүк көлігі кетіп қалады, бірақ оқиға адамның көлігін істен шығарып, бензинін тауысып тастады. Ашуланған жас жігіт Харлидің соңынан қуып, екеуі төбелесе бастайды, бірақ адам тағы да жеңіліп, ұрысты тоқтатады. Осыдан кейін екеуі жолмен жүріп, тағы бензин алуға кетеді. Тек адам қобыжық жүк көлігіндегі жігіт оларды шынымен жойғысы келді деп қорқады. Харли бұл досының жай ғана қорқынышы деп ойлайды және олар бұл талқылауды ауылдың ортасынан тіркеме тапқанға дейін кейінге қалдырады. Олар ол жерге жеткенде ешкім болмайды, ал Харли көлікке жанармай құю мүмкіндігін пайдаланады. Бірақ олардың ешқайсысы тіркеменің ішінде басы жоқ, дене жатқанын байқамайды. Сонымен қатар егістіктің ортасына құмға үлкен пентаграмма салынған. Бірнеше минуттан кейін екеуі отынмен оралады да жолға түседі. Кенет әдемі қыз жолықтырып, олардан көлікке мінгізуін сұрайды. Харли күткендей онымен бірге алып кетуді талап етеді, бірақ адам тойға кешіккісі келмегендіктен бас тартады. Ақырында екеуі жанармай құю және дәретханаға бару үшін тағы бір аялдама жасайды. Харли көлікте ұйықтап қалады, ал адам өз ісін тындыруға барады, бірақ ол өмірінде көрген ең лас дәретхананы көріп, күйзеліске түседі. Сонымен қатар кездейсоқ немесе кездейсоқ емес, олардың артынан қуған сол қобыжық жүк көлігі жанармай құю бекетіне тоқтайды. Адам шыққан кезде жүк көлігін көріп, асығыс кабинаның ішіне тығылады. Жүргізуші бірден ішке кіріп, есікті ашып кіруге тырысады. Адам әлгі жігіттің тек қара етіктерін ғана көреді де, ол барған сайын қатты қобалжи бастайды. Ақырында жүргізуші бас тартып, басқа кабинаға барады, бірақ олардың арасындағы қабырғада дөңгелек тесік бар. Жас жігіт тесік арқылы қарап көрмекші болады, сонда беті бұзылған, аузы тігілген, бір көзі соқыр адамды көреді. Бұл қорқынышты көрініс жас жігітті дәретханадан жүгіріп шығуға мәжбүр етеді. Ол оянған Харлиді қобыжық жүк көлігінің үстінде тұрған жерінен табады. Жолда жүргізушіні мазақ еткенімен тоқтап қалмай, Харли оны тіпті арандату үшін жүк көлігінің кабинасына дәретін сындырады. Адам досын қуғыншы оларды көрмес бұрын кері қайтарады да, олар тағы да тас жолға асығыс аттанады. Тағы да екеуі Харлидің іс-әрекеттеріне қатысты дауласады, бірақ ол жүргізуші оларды жанармай құю бекетінде көрмегенін айтып, досын тыныштандырмақшы болады. Алайда ол көліктің антеннасына езілген сайқымазақ қуыршағын қараған кезде, ол өте қатты асыра сілтеп жібергенін және жүргізуші олардың кім екенін білетінін түсінеді. Кейінірек екеуі түнде қонақ үйге барады да, теледидардан тіркемедегі дене мен пентаграмма туралы біледі. Бұл жаңалық адамды одан әрі қобалжытады. Соңында олар ұзақ күннің шаршауынан ұйықтап кетеді. Бірнеше минуттан кейін жас жігіт қолында бір нәрсе сезініп оянады. Ол не екенін көруге барғанда, жолдағы мысықтың денесіне тиіп тұрғанын қорқынышпен түсінеді. Ол байғұс жануарды лақтырып жібереді. Сонда мысық романтикалық кездесуді армандап жатқан Харлидің үстіне түседі. Мәселе мынада, оның арманында ол қызды сүймекші болған, бірақ оянғанда өзінің жансыз мысықтың денесін сүйіп жатқанын түсінеді. Екі дос тіпті киімін ауыстыруға уақытта болмай, үмітсіздікке салынып, қонақ үйден шығып, жолға қайта аттанады.
Одан да оғаш нәрселер орын алады. Кенеттен көліктің дөңгелегі жолдың ортасында жарылып кетеді. Адам оны мүмкіндігінше тез ауыстыруы керек, бірақ Харли болған жағдайдан кейін көліктен шығуға батылы жетпейді. Алайда жолаушылар орындығынан біреу тұрып келгенде, ол көп ұзамай ойын өзгертеді. Бұл екеуін де қатты қорқытады. Алайда орындықтағы қыз жолда автостоппен жүрген Сара есімді сол қыз болып шығады. Екі дос оны бірге алып кетуге шешім қабылдайды. Ол жолда ұйықтап қалады. Келесі күні таңертең Харли Сара өте әдемі деп ойлайтынын, және онымен бірге болғысы келетінін айтады, бірақ адам мұны орынсыз деп санайды. Ал екеуі осыған байланысты қайтадан дауласа бастайды. Адам жолда басқаруды жоғалтады. Бұл көліктің бір жағынан екінші жағына теңселуіне әкеледі. Содан кейін Сара оянып, олардың екеуінде балалық мінездері үшін ұрсады. Ол бүкіл әңгімені естіген екен және кетіп, басқа көлікпен кетіп қалатынын айтып қорқытады, бірақ екеуі кешірім сұрап, оның қайта оралуын талап етеді. Қыз олардың кешірімін қабылдайды және олардың ұнағанын айтады, бірақ дау-дамайды тоқтату үшін олардың қайсысы жақсы сүйісетінін тексереді. Сынақтан кейін ол адамды таңдайды, осылайша үштік сапарын жалғастырады. Бірнеше минуттан кейін олар демалуға тоқтайды, ал Харли көлікте ұйықтап жатқанда адам Сараға жақындауға тырысады. Қыз оның өзін ұнататынын көрсетеді және Харлиді әрқашан досын төмендеткен үшін, оған сабақ беру үшін сүю сынағын өткізгенін айтады. Қыз оған тағы бір сабақ беруді шешеді, ал Харли ұйықтап жатқанда ол қаламды алып, дәл оның маңдайының ортасына дөрекі сөз жазады. Бұл әзілден кейін үшеуі барға тоқтап, біраз ішімдік ішеді, тек адам сүт ішеді. Әңгіме барысында жас жігіт бардағы жігіттердің арасында бір оғаш нәрсені байқайды. Олардың барлығының қолы немесе аяғы кесілген. Ол мұның қобыжық жүк көлігіндегі жігітпен қандай да бір байланысы бар деп қорқады. Көп ұзамай бір жігіт олардың үстеліне келіп, Сарадан биге шақырады. Қыз бас тартады, бірақ жігіт табанды болады. Сондықтан адам оның алдында батылдық танытпақшы болып, оған кетуін айтады, бірақ ол кеудесіне шынтақпен соққы алып, ауырсынып жерге құлайды. Сара мұны ұнатпайды және оны дәл шапқа теуіп жүреді. Осы мәселеден кейін үшеуі қонақ үйде ұйықтауға барады. Харли бөлмеге жалғыз барады, ал адам мен Сара басқа бөлмеге барады. Қыз адамның жарасын емдеуге көмектеседі және оның бардағы батылдығына таң қалғанын айтады. Жас жігіт бұрынғы қызының тойына бара жатса да, Сараға өте жақын болып қалғанын айтады. Сезімдер өзара және екеуі Харлидің кедергісіз романтикалық сәтті тамашалайды. Біраз уақыттан кейін ерлі-зайыптылар кештің қалған бөлігін тамашалайды. Кенет сырттан үмітсіз айқай естиді. Сара не болып жатқанын көруге жүгіреді. Оның артынан адам мен Харли де жүгіреді. Олар жеткенде үшеуі барда төбелескен сол жігіттің айқайлап, жерде сүйретіліп жатқанын көреді. Сол кезде қобыжық жүк көлігі қайтадан пайда болады. Оның үлкен дөңгелектері әлгі жігіттің аяғын басып, оларды жойып жібереді. Мұнымен тоқтап қалмай, жүргізуші жүк көлігін бұрады да, тура құрбанға қарай бағыт алады, бірақ бұл жолы ол дөңгелектерді оның басынан өткізеді. Қорқынышты көріністен кейін үштік сол жерден қашып кетеді, ал келесі күні таңертең олар болғанның бәрін жергілікті билікке хабарлайды. Алайда полиция сол жерге жеткенде, олар құрбанның денесінде қылмыскерді де таба алмайды. Шериф үшеуінің әзілдегеніне ашуланып, оларды ұстамастан бұрын сол жерден кетуін айтады. Топ жол бойымен сапарын жалғастырады. Адам бұрыс-бұрысқа бұрылып кетеді, олар орманның ортасында болып қалады. Ол картаға қарап тұрғанда, бардағы жігіттердің бірі терезеден пайда болып, оларға ол жерде тоқтамауды ескертеді. Сонымен қатар ол көліктің капотына "қанмен сен келесің" деген хабарлама жазылғанын көрсетеді. Ол мұны істеген адам өзінің қолын кесіп тастаған сол адам деп күдіктенеді, және оның бетінің бұзылғандығына байланысты маңайда оны жыртқыш деп атайды. Үштік көп ұзамай оның қобыжық жүк көлігіндегі жігіт туралы айтып тұрғанын түсінеді де, орманның ішіне тереңірек кіреді, ақырында бір қалашыққа жетеді. Бірақ көліктің бензині таусылып барады. Жолда олар үйлердің алдында бірнеше оғаш қарақшыларды көреді. Соған қарамастан, жалғыз жол алға қарай, олар көлдің алдындағы ескі коттеджге тоқтайды. Сол жерде үшеуі бірге тамақтанады, ал Сара тапсырыстарын алуға барғанда, Харли адамға өзін бұрын қалай ұстағаны үшін кешірім сұрау мүмкіндігін пайдаланады. Досы оның кешірімін қабылдайды, ал көп ұзамай қыз олардың тамағын үстелге әкеледі. Алайда адам бірінші тістегенде, ол тамағында бір оғаш нәрсені, үлкен бір тал шашты сезінеді. Оны аузынан шығарғаннан кейін, ол өзі тапсырыс берген тағамның адам денесінің бөліктерінен жасалғанын түсінеді, ал бәрі көлікке қайта асығады. Адам қаладан шығу үшін барынша жылдам жүреді, бірақ Харли алдыңғы түндегі құрбанның денесінің өзінің қасында, артқы орындықта жатқанын көріп шошып кетеді. Адам көлікті тоқтатады, ал бәрі таң қалған күйге түседі, бірақ бірнеше секундтан кейін әлгі тіршілік иесі өзінің қобыжық жүк көлігінде пайда болғанда бәрі нашарлайды. Адам жолмен жылдам жүреді, бірақ қобыжық жүк көлігі онымен бірге жетіп, жақындай түседі. Адам көлікті аударып алмау үшін басын жолдан ауыстырмай, зейін қоюды жалғастырады. Харлидің бақытсыздығына орай, досы көлікті батпаққа батырған сайын, ол жанындағы қара денеге лақтырылып отырады. Қуғын жалғасады, ал жүк көлігі адамның көлігінің артына соғыла бастайды, ол тезірек жүре алмайды. Зұлым оларды екі дос басқа жолға шыққанша итеруді жалғастырады. Достар бұл жолмен жүреді де, қаңырап қалған фермаға жетеді, бірақ көлік жұмысын тоқтатады.
Адам оны іске қосуға барын салады, бірақ құбыжық жүк көлігі оның қасында пайда болып, 3 жасөспірімді тарандауға дайындалады. Сара дүрбелеңге түседі де, адамнан қазір көлікті іске қосуын талап етеді, бірақ одан еш нәтиже шықпайды. Уақыт қалмағанын көріп, қыз көліктен жүгіріп шығады. Оның артынан адам да жүгіреді. Ол Харлиге де солай істеуді айтады. Алайда Харлидің үстінде ауыр дене жатады, және ол сыртқа шыға алмайды. Содан кейін құбыжық жүк көлігі көліктің үстінен секіріп өтіп, оны толығымен жаншып тастайды. Адам досына көмекке асығады. Бақытымызға орай, мәйіт оның үстінде мыжылып кетеді. Сараның көмегімен ол оны тартып шығаруға тырысады, бірақ көліктің жаншылған шатыры оның шығуына кедергі келтіреді. Сол кезде әлгі тіршілік иесі өзінің жүк көлігін бұрады да, жұмысты аяқтау үшін көлікке қарай бағыт алады. Сара Харлидің денесін тез арада бар күшімен итеріп, оның көліктен оңай шығуына мүмкіндік береді. Көп күш жұмсағаннан кейін ол мен адам досын көліктен құбыжық жүк көлігі жаншып тастаудан бірнеше секунд бұрын тартып шығарады. Мерекелеуге уақыт жоқ, өйткені әлгі тіршілік иесі өзінің жүк көлігін оларға қарай айдайды. Үшеуі төбеге қарай жүгіріп, оған шығып, жүк көлігін артта қалдырып үлгереді. Осыдан кейін олар орманға кіріп, өздерін қауіпсіз сезінеді, бірақ көп ұзамай зұлым пайда болады да, Харлиді ағашқа лақтырып, оны ес-түссіз қалдырады. Содан кейін ол ерлі-зайыптыларға қарай жылжиды, ал адам Сарадан қашып кетуін сұрайды. Досының жансыз сияқты жатқанын көрген адам ашуланып, қылмыскерге қарсы тұруға тырысады, бірақ оның күші жетпейді, ол қашуға мәжбүр болады. Сол кезде Сара орманға қарай жүгіреді, бірақ оны зұлым ұстап алады. Адам оның артынан жүгіреді де, фермадан Сараның айқайын естігенде әлгі тіршілік иесін табады. Жас жігіт батылдық жинап, сол жерден тапқан күрегін алып, қызды іздеп үйлердің біріне кіреді. Ішінде ол қабырғаға салынған бірнеше пентаграмма мен төсектегі жойылған денені көреді. Кенеттен дене көзін ашып, айқайлай бастайды, өйткені ол құбыжықтан басқа ешкім емес, ағасы боп еді. Адам жүгіріп қашып, Сараны тауып алған бөлмеге кіреді, ол орындыққа байланған. Ол оған сол жерден шығуға көмектеседі, бірақ зұлым оның айқайын естіп, ерлі-зайыптыларға қарай жүгіреді. Адам тез арада басқа шығу жолын іздейді, бірақ барлық терезелер жабық. Жас жігіт Сарадан оларды ашуға тырысу үшін күректі беруін сұрайды, бірақ қыз оны сол жерде тастап, адамды басынан ұрып жібереді. Бірнеше минуттан кейін ол темір кереуетте оянады, ал Сара адамның басына қарсы сығымдағыштың тұтқасын бұрап тұр. Осыдан кейін Фред есімді жойылған дене бүкіл оқиғаны түсіндіреді. Ол Боб пен Сараның оның бауырлары екенін, және бір күні Боб оны жүк көлігімен байқаусызда басып кеткенін айтады. Бұл апат Бобтың көлікті басқаруды жоғалтуына әкеліп, ол ағашқа соғылып, жел әйнектен ұшып кеткен. Апаттан кейін Сара Бобтың бетін тігіп тастап, оны деформациялаған, ал Фред қара сиқырмен қайта тірілген. Оған қоса, денесін қалпына келтіру үшін олар Фредтің жойылған денесіне орналастыру үшін әлі тірі адамдардың бөліктерін алып тастауы керек болды. Алайда Сара жаңа сиқыр үйренді және Фредтің жанын адамның денесіне ауыстырады. Сондықтан ол жас жігітті осы тұзаққа түсірген. Содан кейін қыз адамның киімін жыртып алып, үлкен пышақ алып, рәсімді аяқтауға дайындалады. Жас жігіт қалтасындағы пышағына абайлап қол созбақшы болады, бірақ Сара оның не істеп жатқанын түсініп, оны лақтырып тастайды. Соңында зұлым соңғы соққыны беруге дайындалады, бірақ адамның әлі де тағы бір айласы бар еді. Оның екінші қолында оның көрсеткіші болды, және жүзінің көмегімен ол қолын байлаған арқанды кесіп үлгерді. Содан кейін ол оны Сараның мойнына өткір соққы беру үшін пайдаланады, ол қансырай бастайды. Боб оған көмектесуге асығады, бірақ қыз жарасынан қаза табады, бұл әлгі тіршілік иесін ашуландырады. Ол жас жігітке шабуыл жасауға алға жылжиды, бірақ ол өзін босатып үлгереді, баяғыда сезінбеген батылдықпен қаруланып, қарындашын алып, оны Бобтың көзіне сұғып алады. Жараланған зұлым адамға шабуыл жасауға тырысады да, оған пышағын кезенеді. Сол уақытта Фред кереуеттен шығып үлгереді, скальпелді алып, адамды аяқтауға аттанады. Өзін екі зұлымның қоршауында қалғанын көрген жас жігіт оларды Бобқа баспен соғу арқылы таң қалдырады. Бұл қарындашты оның көзіне одан әрі тереңдетіп жібереді. Содан кейін пышағын Фредті ұру үшін пайдаланып, оны екіге бөліп тастайды. Екі ағайынды жараланған кезде адам қашу мүмкіндігін пайдаланады, бірақ Боб есіктерді құлыптап, кілтті жұтып қояды. Зұлым адамның артынан қууды жалғастырады, ал әлі тірі Фред адамның аяғынан ұстап алып, оны жерге құлатады. Жас жігіт тұрады, бірақ мұрнымен құлап, қансырай бастайды. Боб қан арқылы оның бар екенін сезінеді, бірақ адам мұны өзінің пайдасына пайдалануға шешім қабылдайды да, Бобтың соңынан жүру үшін қан ізін жасайды. Ол оны шығуға қарай бастайды, онда есікке үлкен пышақ сұғылып тұр. Адам оған шабуыл жасау үшін қаншалықты көп қан керек болса, соншалықты көп қанды пышаққа салады, бірақ ол есіктегі пышақтан соққы алады, ал көп ұзамай адам өзінің пышағын алып, зұлымға шабуыл жасап, оны бір соққымен аяқтайды. Осының арқасында ол үйден қашып шығып, жарақаттарынан айығуға тырысады. Алайда Боб әлі де тірі және оның артынан пышағымен келеді. Адамды Боб аяқтағалы тұрғанда, оның қасына құбыжық жүк көлігі келіп, әлгі адамды басып өтеді.
Адам бұл басқа құбыжық па деп қорқады, бірақ жүк көлігінің ішінен Харли шығады. Ол ормандағы шабуылдан аман қалған еді. Енді құбыжық жүк көлігі қолында болғандықтан, адам көлікті басқарады да оны түн ішінде бопты жаншу үшін пайдаланады. Келесі күні таңертең қауіп өтіп кетеді, ал Харли адамды батыл адам болған үшін құттықтайды. Адам Харлидің осыған көмектескенін айтып, оған ризашылығын білдіреді де тойға бармауды шешеді.